Сәлеметсіздер ма? Бүгін сізге 2 сыныптың атамұра оқулығы бойынша 5-ке көбейту кестесі сабағының ашық сабағын ұсынамын. Бірінші слайдыңыз осылай тұрады. Психологиялық ахуал өлең жолдарын осылайша қайталайды. Мақсатымыз білім алу, міндетіміз еңбектену, оқу білім арқасында 4-пен 5-ке қол жеткізу. Топқа бөлеміз. Мен топқа бөлген кезде отырған орында отырғыза бердім. Тек қана топтың аттарын алдарына қойып қойдым. Үшбұрышты. Алғырлар, тапқырлар, білгірлер, зеректер 4 топқа бөлдім өзімнің оқушы саныма қарай. Балалар, бүгінгі сабақта біз осындай критериялар бойынша өз-өзімізді бағалайтын боламыз. Ол үшін мен сіздердің қолыңызға осындай термометр беремін. Мына термометрді шығарып аласыздар. Қазір көрнекілігін көрсетейін сізге. Мінеки, осыны шығарып аламыз. Бір бетке 3 шығады. Көлемі орташа. Ламинаттап аламыз. Жазып кетіретін маркермен әр тапсырманы орындаған сайын мына жерге сызық қойып отырады. Жазады, кетіреді, жазады, кетіреді. Осылайша. Мынаның А3 формат түрі бар. А3 форматты. Оны да шығарып алып тақтаға іліп қоюға болады. Мінеки. Енді балалар үйге қандай тапсырма берілді? Үй жұмысын айтып беріңізші, қай тапсырма берілді? Номер 8, 35-ші бет. Ендеше үй тапсырмасын тексеріп шығайық. Алдымен әр жұп қасындағы балаға дәптерін береді. Бұл жерде көбейту берілген. 4-тің көбейту кестесіне байланысты. Шығардық па, тексеріп шығайық. Мен жауаптарын шығарамын. Және де осы үй жұмысы дұрыс болса, бір ұпай қояды. Жетелеп отырасыздар осыны, мұғалімдер, әріптестер. Бір балға қойдық, бірде тұр. Ал енді кәнеки балалар, мына сағатқа, қол сағатына қарайық. Сағаттың минуттық тілі жылжығанда неше минут болады? Кәнеки қарайықшы. Егер 2-де тұрса, 5-ті 2-ге көбейтеміз деген сөз. 10 минут кеткен болып саналады. 4-те тұрса, 20 минут. 6-да тұрса қанша? 30 деп балалар айтады ғой. 8-де тұрса, 40. Ал 10-да тұрса, 50 минут кеткен болады. 12-де тұрса, 60 минут. Бір сағатта 60 минут бар. Яғни сағаттың тілі де 5 минут сайын жылжып отырады. Көріп отырмыз ба? 1-ге келгенде 5 болады, 2-ге келгенде 10 болады. Демек, біздің бүгінгі жаңа тақырыбымызда 5-ке көбейту кестесі деп аталады. Бүгінгі сабағымызда біз 5-ке көбейту кестесін құруды және оны қолдануды үйренеміз. Бұл сабақтың оқулықтағы мақсаты. Осының орнына календарный планыңыздағы, КТП-дағы, КМЖ-дағы мақсатты қоюға болады. Мен осыны қоюды жөн көрдім, қысқаша осыны қойдым. Ал енді ең бірінші тапсырмаға келдік. Оқулықтағы бірінші тапсырма оқулықта былай берілген екен. Мына жерге оқулықты қойып қойып едім. Мінеки. Бірінші есеп, бұл шығару тұр есеп. Көрдік па? 5-тің көбейту кестесі қалай шыққаны көрсетілген. Соны сіздер осылай орындатамыз. Оқулықтағы бірінші есепте қандай көбейтулерді көріп отырмыз? Алдымен 5 көбейту 2 деген тұр екен. 5-2 10, балалар хормен айтсын. 5-3 15. Бір-бірден жылжытып тұрасыз. Мына жерге осы тапсырмаға 1 балл беріледі. 5-4 ауызша есеп, бұл ұжымдық жұмыс. 5-4 20, 5-5 25. Ал 5-6 қанша? 30, 5-7 35, 5-8 40, 5-9 45. Өте жақсы. Кәнеки жаттап алайық деп 1-2 балаға айтқызсаңыз болады қайтып келіп. Ал ендеше екінші тапсырмаға көштік. Манағы 1 балл беруді ұмытпаңдар. Үй жұмысында 1 болды ғой. Енді 2-ге жылжыды. Ұжыммен орындады ғой. Барлығы 2-ге жылжытады. Ал оқулықта бізде тағы бір тапсырма берілген. Екінші тапсырма. Екінші тапсырмада бұл да шығып тұр екен кітапта. Теңдері соны былай дейді. Мына 5-ке көбейту кестесін жатта және оны қолдануды үйрен дейді. Балалар, көбейтумен бөлу өте бір-бірімен байланысты. Мысалы 6-5 30 болса, 5-6-да 30 болады. Орындарын ауыстырғаннан бұл ауыстырымдылық қасиетті көбейтінді өзгермейді. Және де мына 30 бөлу 5 тең 6 болады. 30 бөлу 6 тең 5 болады. Ендеше бөлуді білеміз бе екен? Кәнеки деп мынаның үстін басасыз. 20 деген цифр тұр ғой, соның мешкімен басасыз. 20-ны 5-ке бөлгенде неше? Балаларды сенсорлы экран болса, балаларды бір-бірлеп шығарып орындатын. 20-ны 5-ке бөлгенде 4, өте жақсы. 30-ды 5-ке бөлгенде 6. 10-ды 5-ке бөлгенде 2. Осылайша оқушылар бір-бірлеп орындап шығады. Мынау 20-ға келгенде тоқтайсыз.
біз мына екінші тапсырманы да ауызша шығардық. Бізге тағы бір ұпай жинадық. Неше ұпай жинадық сонымен бүгінгі сабақта? Әзірше 3 балл жинадық. Кеттік, ендеше келесі тапсырмаға келдік. Бұл оқулықтағы тапсырма жұптық жұмыс ретінде орындатасыздар. Жұптық жұмыс, яғни осыны шығарып, қиып аласыздар және әрбір жұпқа бересіздер. Әрбір жұпқа 2 адам сайын біреуіне да. Сосын мына жерде мына кестені балалар тез-тез толтырады да қолыңызға әкеліп береді. Тез-тез тексересіз да 2 балл бересіз. Дұрыс деген сайын 2 балл беріледі. Мына жерге мана 3-те тұрса 5-ке барады ғой. Көрдік па балалар? Өте жақсы жұмыс жасап жатырмыз. Ендеше келесі тапсырма, дәптермен жұмыс жасаймыз. Номер 4-ші тапсырмаға қараңыздар. Бұл жерде не берілген? Көбейтулер және бөлулер берілген. Шамалар да бар. Біз оны орындасақ, бізге 2 балл беріледі екен. Қанекей, кім тақтаға шығады деп сенсорлы экранда тақтада орындатасыздар. Егер сенсорлы экран болмаса, онда кәдімгі магнит тақтамыз бар ғой, жасыл, соған бормен жаздырамыз, орындатамыз. Мынаны жазып қоясыздар, орындатасыздар. Осы жазу үшін берілген бетше. Тексереміз, текст дұрыс орындағандарға 2 ұпай беріледі. 7-ге барды ма? Ұмытып қалдым ғой. Ал енді сергіту сәтін жасаймыз. Ол үшін біз оң саусағымызды шығарамыз. Мына жерде оң қолмен деген жерде оң қолмен орындаймыз. Сол қолмен деген жерде сол қолмен орындаймыз. 5 саусаққа арналған нейро жаттығу. Сол қол. Осылайша саусаққа арналған нейро жаттығу орындатасыз. 5-ке байланысты бұл да. Ал енді балалар, қанекей, енді 5-ші тапсырмаға келдік. 5-ші тапсырмада не айтылады? 30-дың 5-тің 6-ның көмегімен 3 теңдік құрастыру керекпіз. 30 бөлу 5 тең 6. Немесе 5 көйту 6 тең 30. 6 көйту 5 тең 30 деген сияқты. 5 бірім 5. 5-ті 5-ке бөлгенде 1 деп. 5-ті 1-ге бөлгенде 5 деген сияқты өрнектер құрастырады. Бұған да 1 балл беріледі. 8-ге ма келді бұл. Ал енді көңілді викторина. Кім шапшаң екен? Бұл сергіту сәтті. Мана өтті ғой. Бұл енді ойын. Борт бол. Алдымен класста 20 бала болатын болса, 10 баланы тақтаға шығарып қоясыз. 10 бала бірінің артына бірі, бірінің соңына бірі тұрады. Және де орындатасыз. Орындаған бала тез-тез орнына отыра береді. Көп уақыт кетпейді. Көп болса бір 3-4 минут уақытыңыз кетеді. Өзіңіздің шапшаңдығыңызға қарай. Бұл өте қызықты, балаларға да бұл ойындар өте қызық. Бес бірім? 5. Келесі. Әр жерден терсе де болады. 5 9-ым? 45. 10 бала орындап болғасын, мына жерде екіншісін тест дегенді басып жіберің. Мына 10-ы да ашылғасын. Тест дегенді басып жіберсеңіз, басқа түр шығады. Манағы 10 бала, екінші 10 бала шығады. 5 2-м. Барлығы қамтылу керек қой. Келесі. 5 6-м. 30 деген сияқты. Осымен осыны орындап шығады. Барлығыңыз меңгерген екенсіздер. Қанекей, сабағымызды жалғастырайық. Келесі де біз топтық тапсырма орындаймыз. Қараңыздар. Мынаны қиып аласыңыз, мынаны да қиып аласыңыз. Ламинаттайсыңыз, мына жерге липучка жапсырасыз ортасына, мынаны үстіне қоясыңыз. Ал енді 5 көйту 1 неше? 5 ба? Мына жерге жазады. 5 2-м 10 ба? Мына жерге жазады. 5 3-м 15 ба? Ана жерге жазады. Түсінікті ма? Екінші топтың тапсырмасы мыналарды қиып алады, табу керек. Мысалы, шатасып тұр да, әр жерде тұр. Соны мына 5 2-ның орнына мынаны апарады. Әйтеуір табады. Қазір көрнекілігінде көрсетемін. Үшінші топ 10-ды 5-ке бөлгенде 2 ғой. Әр жерге 2 дөңгелектен қойып шығады. Төртінші топ сағат тілінің нешеге 1 болғанда 5 минут кетеді, 10 минут кетеді, 15 минут кетеді, 5-ке еселік сандарды, яғни сағаттың тіліндегі, минуттық тіліндегі сандарды жазып шығады. Көрнекілігін жауып тастай қойдым ба? Слайд екен ғой. Мінеки. Манағы градус негіңіз, мынаны қиып аласыңдар, әр жерге шашып тастайсыңдар. Шашып тастағанды балалар табу керек. Балмұздақ әдісі. Мынау манағы ойыныңыз, шығарып аласыңыз, үстіне жапсыратын. Бір топқа 4-еуін бересіңіз, сосын бір мына 4-ші топ тек бір дөңгелекті орындайды. Барлығы да А4 форматта, жеңіл. Бұны шығару да, орындау да. Манағы топтық жұмыста қалдық қой да. Топтық жұмыстан кейін әрбір топ басшыдан сұрайсыздар. Кім жақсы орындады? Сен кімге бал қояр едің деген сияқты. Топ басшылары мынаған деп содан манағы термометрден белгілеп шығасыздар.
Ал енді бағамызды санайық. Кім неше алды? Балалар әр жерден шулайды ғой. Мен 10 алдым, мен 9 алдым, мен 8 алдым деген сияқты қылып. Өте жақсы. Ал енді мен бағалап шығам деп, өзіңізде қандай бағалау түрі бар? Жұлдызша бар ма, смайлик бар ма, комментарий бар ма, қайсысы бар? Сонымен балаларға саған бүгін 5, саған 4, ал сен кішкене талпын деген сияқты қылып бағалап шығасыздар. Балалар, қанекей, сабақ ұнаған болса, кері байланыс берейік. Бәрі түсінікті болса, мынаны басады. Бүгінгі сабаққа 9 бала түсініпті, 6 баланың сұрағы бар, 3 бала қиналған екен. Үй тапсырмасы номері 7 деп осылайша аяқтайсыз. Сабақты енді 5-тің көбейту кестесінің папкасы мынау қымыжыңыз. Қымыжыны көрсетіп шығайын. Барлығы дайын тұр, тек көрнекілік шығарып аласыңыз да балаларды бір элементтерін көрсетіп дайындап жіберіп өте бересіңіздер. Бұл өзім өткен ашық сабақ. Келген адамның барлығы мақтап, республикалық көлемде ұсыныс береміз деп айтып кеткен. Сондықтан ұнаса ала қойыңыздар.